Бүгін бізде күн мен ай. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен тағы да мен деймін. Қайтадан оралып атқан менің білесіздер өздеріңізді, мен оралған неше рет оралып, неше рет келдім мен. В общем, сіздермен Жантәңір. Әрине мен Алматы технологиялық университетіне түскен болатынмын. Мен білесіздер ма, білмейсіздер ма? Әйтеуір сол жақта оқып жатырмын және де біздің универде күн мен ай. Кеттік. Мынау біздің қадірлі де кереметті деканатымыз. Мынау біздің қыздар. Мынау біздің председатель. Анау сен қайсысы председатель? Айтыңдар дейсің. Сен ба? Мен зам. Сен замсың ба? Мынау председатель. Мынау зам. Сен кімсің? Зам. Апа, бит қол бит мағат етсеңші, мат. Так, мына жақта ешкім жоқ, Тығылып алып шай ішіп отқан ешкім жоқ қой жақта. Ладно. Күн мен ай үшін барын салып атқан қызымыз, тәрбиелі, инабатты, ибалы. Сондай фииттің сүйікті де сүйкімді, қызықты да қылықты аруларының бірі. Не айтам тағы? Ей. Көрініс орын алмаса не істейсің? Айтшы, мына запистер кетеді ертең. Шетінен бәрін қырам жоям. Шетінен бәрін қырам жоям. Мен исключениемен көмектесіп жатырмын ғой көп соны. Жоқ, көріністің адамдарды. Менде көріністе жоқ. Домбырашы, әнші жігіт. Как у тебя там подготовка? Нормально? Подготовка офигенно. Офигенно? Керемет. Керемет. Аласыңдар ма? Аламыз. Не айтасыз? Не айтамыз енді жастар бақытымыз. Олай айттық, сонымен ешкім етпеді. Фотоға түсірдім. Менде тура сондай ғой менікі. Болған десе. Біреу алып кетті ғой мені. Маха, Давай. Бош, Сержан. Достар, свар. В общем, әдемі нелер ғой. Жрать. Мен сөзімді ұмытып қалдым, дайындалып келген апайларға бірдеңе айтамын. Білмеймін, сөзім қалып кетті. Сізге арнап өлең шығарып едім. Я. Так, кешегідей көп нәрсе аламын апаймен. Өте көп. Күн мен айға деген дайындық деңгейін айтсам. Дайындық деңгейі өте жоғары. Белсене атсалысудамыз. Қарқынды дамуда. Не дейміз? Можно сначала? Заташ мен не деп айтам? Сен де айта берсейші. Дайындығымыз орташа деңгейде де басымыз. Мен бөлеген дайындығымыз өте керемет өтіп жатыр. Басынан баста. Күн мен айға деген дайындық деңгейін айтсам. Серьезно ответить? Наша подготовка к Кунминай очень хорошая. Студенты старались, и думаю, мы завтра покажем хороший результат. Күн мен айға деген дайындығымыз өте қызықты әрі көркем өтіп жатыр десек болады. Бір-бірімізді жақсы жағынан танып деп шай ішсек. Күн мен айға деген дайындығымыз өте қызық өтіп жатыр және
бәріміз тырысып жатыр. Мазайым сен жалғастырасың. Не деп жалғастырамыз? Білмеймін. Просто айтып көрейік давай. Болды, сөйтіп айта салайын. Күн мен айға деген дайындығымыз өте мықты өтіп жатыр. Бірінші орын аламыз деген ойдамыз. Келсем де. Нұрдастар. Сен өзің сөйлемейсің ба? Говорить? Ладно. Наш факультет готовится достаточно отлично, потому что мы готовимся по всем номинациям, которые задались на этот конкурс Кунминай. И я могу сказать с уверенностью, что каждая номинация отрабатывается по отдельности и отрабатывается очень хорошо. И надеемся, что завтра мы получим наши плоды труда. С тех пор, как начался второй семестр, мы все начали готовиться дружно. И получается так, что завтра мы все увидим результат. Дайындық деңгейіміз өте жоғары, именно эконом фактік жоғары. Апайларымыз өте белсенді, атсалысып жатыр. Қарқынды дамудамыз, не дейміз, сәттілік ертеңгі күнге. Бұл конкурстағы сенімдерің мол категория. Біз бүкіл командаға сенеміз, біз ертеңгі күннен бірінші орын аламыз деп ойлаймыз. Айтқан сізді келесің бе? Бәрі, әнде, Бұл биде. конкурстағы сенімдегі мол категория. Бұл конкурстағы сенімдерің мол категория. Ән, би, көрініс. Би жақтан өте керемет болады деп ойлаймын. Әсіресе ұлттық биіміз. Самые сильные, самые ожидаемые, которые прям будет вау. Мы дарим надежду для современного танца, для национального танца, для вокала. И дальше уже остальное пойдет. Әнге сенеміз. Әзілдеп отыр бәрі. Бар екендер алға. Факультетіңді немен мақтан етесің? Наш факультет славится дружелюбием, то, что в любой момент мы сможем помочь друг другу. Браво. Поддержка – самое главное. Так, факультет не мақтанетесің. Наш факультет, то есть факультет легкой промышленности и дизайна, является самым дружным, самым объемным и самым, знаете как, самым сплоченным факультет. Все, я как будто новости веду. Давай еще раз. Факультетімізді өте талантты және дарынды екеу бір екен. Короче, факультетіміз ұйымшыл. Иә, Факультетімен біз мақтан аламыз деген сияқты. Факультетімізді қалайды? Факультетіңді немен мақтан етесің? Факультетіміздің председателімізбен мақтан етеміз, потому что ол кісі потому что қосылып кетті ғой. Сонда бірінші мұғалім, потом бар. Мұғалім емес, именно председателіміз. Председатель неме айта берсін? Председателімді айтқым келіп тұр мен. Сосын деканды айт. Хорошо, мұғалім, сосын? Сосын? Ну ладно, хорошо. Декан, оның ең зам деканды айту керек болады. Потом... Тут декандар дей берсе, все. Ну, декандарымыз мықты. Потом председательді сосын мұғалімдерді айта сал, хорошо? Хорошо. Факультетіміз өте ұйымшыл және талантты адамдар өте көп. Бәрі деп айтсам болады. Оның арасына өзім кірмеймін. Сіз не деп айтасыз? Сол. Белсене атқарып атқан. Брат, извиняюсь. Факультетімізде ең бірінші біз деканымызбен мақтанамыз. Декандарымызбен, замдеканымызбен. Одан кейін осы факультетімізді алға қарай сүйрейлеп жүрген председателімізбен, төрағамызбен, Тимур Толайбекұлы. Ол кісі мықты, мықтылардың мықтысы. Не только өзіміздің факультетке, ол университетке де біраз жұмыстарын атқарып жүр. Яғни оның проектісі бар, Жігіт Сұлтаны, Ату Жігіт Сұлтаны. Не дейміз? Және мұғалімдеріміз өте керемет. Ол кісіге шығармашылық табыс тілейміз. Тағы да айта кетсек, бізде не айтып жатыр едік? Болды. Балаларды айтайық та, сұлу атудың жігіттері. Ол сұрақ қойған жоқ қой. Келесі. Фейптің жігіттері сұлу дейміз. Тармас етпе. Давай. Так, университетті үш сөзбен сипатта. Дарындылар мекені? Үш сөзбен. Так. Первое – это сплоченность. Второе – это... Черт.
Что я сказала в первый раз? Сплоченность. Запоминай. А тут твой путь к успеху. Это не 3 слова. Сплоченный, дружный. Нет, я не скажу крутой. Нет. Я это попала на компромат, я шучу. Так. Дарынды, тоқтау сұрақты басында біз хором айтамыз. Сплоченный, креативный, мощный. Нет, не мощный не надо. Сплоченный, креативный. Біздің университетті үлкен өнер адамдары екінші өнер академиясы деп атап кеткен. А тут твой успех. Сплоченный, креативный, дружелюбный. Дружелюбный. Нет, ты же должен запомнить. Дружелюбный, сплоченный и креативный. Все, хорошо, все. Последний дубль, надеюсь. Дарынды студенттер мекені. недегі Актовый залда, извиняюсь. Мен сурет тұрмаса. иә все понял. актовый залда жүр кеттік па түсіріп тұрмын ғой так уи десің ше иә түсіріп жүрмін адамдар жиналып жатыр қазір. Құрметті студенттер, тағы да назарларыңызға жақсылап тыңдап алыңыздар. Бірінші аспаптық номинация болады. Аспаптық номинация бойынша әр кезеңде бірінші тағам өндірістері факультеті бастайды. Одан кейін тағам өндірістері, содан кейін жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультеті екінші шығастар. Үшінші Ұлы даланың жеті қыры астында жастар жылына арналған оқу ордамызда дәстүрге айналған өнерлі де талантты студенттер мен ұстаздар арасында жыл сайын өтетін дәстүрлі күн мен ай сайысына қош келдіңіздер. Oh yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother. Just... Сәлем достар, бізде за кулисами мынандай клиптер өтіп жатыр, қарасаңыздар. Абыр сабыр барлығы, ал сахнаның алдыңғы жағында, яғни официально барлығы жүріп жатыр.
Міне достар, өйстіп күн мен ай сазды сайысы өзінің аяғына, өзінің соңына мәресіне жеткен болатын. Және де осы сайыста мен керемет түсіріліммен және де монтажбен сіздерге ең деген сәттерін сіздерге көрсеткен болатынмын. Енді күн мен ай сазды сайысы туралы айта кететін шағын жайттар. Бұл біріншісі мен Алматы технологиялық университетінің негізгі басшыларына, ректорына, проректорына және де осы сазды сайысты жылда осылай қолдап университетіміздің студенттеріне өзінің потенциалын өнер жағынан ашуға мүмкіндік беретін осындай сазды сайысты ұйымдастырып жатқандарына мен көп рахмет айтқым келеді. Көп рахмет сіздерге. Екінші айта кететін жайт бұл менің күн мен айдағы негізгі ойнаған рөлім. Мен күн мен айда мен өзімнің факультетімнің атынан, яғни инженеринг және де ақпараттық технологиялар факультетінің атынан халық әні категориясына шыққан болатын. Қазір мен бір отрывка жіберем. Егер оны WhatsApp-тан басқа біреулерден мен тауып алсам, онда көріңіздер. Тек кішкене ғана отрывка. Яғни мен выступать еткен отрывкасы. Выступать етті деген қалай еді. В общем, халық әні категориясынан біздің ижад факультеті 3-ші орын алды. Өйткені бұл жерде мынандай тема бар да. Сөзін жаттамадым просто. Бұл екінші нәрсе. Үшіншіден біздің осы күн мен ай сазды сайысындағы ең мықты, ең үздік ұжымды иеленіп алған факультет жайында. Бұл факультет тағам өндіріс факультеті. Дұрыс айттым ба? Орысшалап айтқанда факультет пищевых производств. Орысшалап. Маған қазақшасын беріңдер. Былайша келгенде күн мен ай сазды сайысы ол осы біздің университетімізде 5 топтың арасында жыл сайын өткізілетін негізгі сайыс. Бұл 4-еуі біздің университетіміздің 4 факультеті және 1-еуі ол Алматы технологиялық колледжі. Яғни осы 5 топтың арасында жыл сайын осындай студенттерді өнерге деген баулитын сондай бір қызықты кеш өткізіледі. Және де осымен біздің влог бүгін мәресіне жетпек. Ал мен сағат неше болды? Так, сағат түнгі 1, ал мен күн мен айдан келдім. Өте керемет өтті. Және де алдағы уақытта осындай влогтар шығады деген ойдамын. Каналдан кетіп қалмаған шығарсыздар, кетпеңіздер. Влог түсіріледі алдағы уақытта неше бір проекттер бар осы ютубқа байланысты. Осы маған не болған тіліме? Осы қазақша контентке деген сондай бір керемет талпыныста орындалатын жаңа контенттер шығады. Ал сіздермен болған Жан Тәңір. Каналға жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұрын жаңа каналда күтіп жүрген адамдар бар ғой, там көрмей қалған, колокольчикті баспай қалған. Оларға жіберіңіздер бұл нәрсе. Және де менің екінші каналыма жазылыңыздар. О жақта да өзіндік бір ерекше контент пен құрастырылған негізгі видеолар бар. Қазір өтіп көрсеңіздер болады. Ал давайсыздар достар. Келесі видеоға дейін жүздескенше ма? Келесі видеоға дейін жүздескенше. Түнде өйстіп флотты не қалай кетті. Короче, общий күн мен айды бұлай сипаттап алатын болсақ, өте керемет өтті. Меніңше ұнады маған шынымен. Опачки, кто тут у нас? Это наш любимый оператор. Давай.
Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Өте керемет кеш болды, баршаларыңызға көрсетіп. Бірден марафондау сәтіне көшсек, үшінші орын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласы аясында жастар жылына арналған жастар жобасының күн мен ай 2019 жазғы сайысындағы халық әні номинациясы бойынша инженері және ақпараттық технологиялар факультеті марапатталған. Давай, бро! Найди для меня избранного! Чтоб я отснял все как есть. Техфак. Техфак, қайда? Техфак. 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 Техфаксың ба? Техфак. Техфаксың ба сен? Жоқ, пищевой бармақ. Болыңдар, давай жігіттер. Аласың ба, бересің ба сен? Точно бересің ба? Дос бол келсінші, дос. Бұл пищевой емес па сен? Пищевой бұл. Ешқайсысы түспей жатыр. Сан, давай, беші. Я тебя ненавижу. Я тебя люблю. Братан, давай, пожалуйста. Сана, давай. Хорошо, ладно. Она даст мне пиши. Мне домой пора, пожалуйста. У меня дети дома. Ну да. Техфаксың ба? Техфак прохожу тұр. Пожалуйста. Братан, умоляю. Бермей жатыр ол. Берет, Все, берем, деп тұрмын ғой. Чего плачете? Жүр. Что там, как подготовка? Ну, в общем, отлично, все. Отлично. В общем, отлично. В целом. Сними меня, сними.